Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, amma ba'da. Qo'g'amdagi so'roqlardan biri, yo'lovchi safarda ketib bora жатып, beyitni ko'rganda duo jasauga bo'ladimi? Бұл жөнінде Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim. Vallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil imani va la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallohu azim. Олардан кейін келгендер, Раббымыз бізге және бізден бұрын иман келтірген бауырларымызға кешірім бер. Әрі біздің жүректерімізге, мүминдерге қарсы зәредей жек көрініш жасама. Раббымыз расында сен мейірбансың һәм ерекше мейірімдісің, дейді Хашр сүресінің 10 аятында. Пайғамбарымыз хадис шәрифтерінің бірінде қайла Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма ғфир ли ахяйна ва архам маутана. Раху Ахмад. Ахмадтан жеткен хадисте пайғамбарымыз былай деп дұға жасады: О Алла, тірілеріміздің күнәсін кешір, өлілерімізді рахмыңа бөле, деді. Келесі бір хадис шәрифтерін пайғамбарымыз Ухуд пен Жаннатул Бақиға қабірстанында зиярат еткенде былай деді: Wa inna insha'allahu bikum lihiquna assalamu alaykum ahlud diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamu alaykum mu'minдар мен мұсылмандардан болған қауым жұрты, Алла қаласа бізді сендерге қауышамыз дейтін. Қабірдегі естімейтін болса, онда пайғамбарымыз оларға ассаламу алейкум деп сәлем бермес еді. Олай болса, жоғарыдағы хадистерге шығатын ұғым, қабірдегі жатқан кісі өзін зиярат етушілерді сөзін естиді. Яғни имам Азали ғұлама Ихия Ғулумуддин атты еңбегінде былай деп айтады: адам таныс бір кісінің қабірін қасынан өтіп бара жатып оған сәлем берсе, өлген кісі оның сәлемін алады және оны таниды. Ал бейтаныс кісінің қабірін қасынан өтіп бара жатып сәлем берсе, өлген кісі оның сәлемін алады, деді имам Азали. Жақсысын Аллах субхану тағала білуші. Аллаху а'лам. Ахир дағуана анил хамди rabbil alamin.